Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы. Сендермен мен Данияр. Бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінің негізі болып саналатын ерекше етістіктің түрі to be туралы сөйлесеміз. To be қазақ тіліне тікелей аударған кезде болу, бар болу деген мағынаны білдіреді. To be етістіктің сөйлемдегі қолдану мақсаты бір нәрсенің бар екендігін, оның екінші бір зат екендігін, немесе оның қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру. To be етістігі осы шақта үш түрлі формаға ие, олар көріп тұрғандарыңыздай am, is, are. Қазақ тіліндегі сияқты ағылшын тілінде де үш түрлі жақ бар, яғни мен, сен, ол, немесе біздер, сендер, олар деген сияқты. Ағылшын тілінде I, you, he, she, it жекеше түрде және көпше түрде we, you, they есімдіктері қолданылады. I есімдігімен бірге am етістігі қолданылады. Мысалға I am a student, яғни мен оқушымын. Бұл жердегі am етістігінің сөйлемдегі қолданылу мақсаты менің оқушы екендігімді немесе бір затты екінші бір зат екендігін білдіру. Егер am етістігін бұл сөйлемнен алып тастайтын болатын болсақ, онда ағылшын тілінде бұл сөйлемнің ешқандай мағынасы болмайды. Бірақ қазақ тілінде біз бұндай етістік түрін қолданбаймыз. Екінші жақта are етістігі қолданылады. Мысалға you are very smart, яғни сен өте ақылдысың. Бұл жердегі are етістігінің қолданылу мақсаты сенің, яғни оның өте ақылды екендігін білдіру, немесе бір заттың қандай да бір сипатқа ие екендігін білдіру болып табылады. He, she, it, яғни бұл үшеуінде біз ол деп аударсақ болады. Аталған есімдік түрлерімен is етістігі қойылады. Мысалға she is at home, яғни ол үйде. Сонымен қатар көпше түрде біз we, you, they есімдіктермен тек қана are етістігін қолданамыз. Are етістігі жалпы көпше түрде қолданылатын етістік түрі. Дегенмен сіздер байқаған болсаңыздар, жекеше түрде екінші жақта да біз are етістігін қолданамыз. Оның сыры келесідей: ағылшындар екінші бір адамға сөйлеген кезде, немесе орысша айтқан кезде, обращаться еткен кезде, оған деген құрметтің белгісі ретінде are етістігін қолданады.